Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым. Бүгін сіздерге жалғыз ұлдың келіншегі деп аталатын жаңа әңгімені баяндап беретін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыз. Пенсияға шыққан 4-5 айдың арасында Нұрханның өзгергенін әйелі іштей сезіп жүр. Бұрынғыдай емес, күрт жуасығандай. 25 жылда әскери қызметте, одан бері уақытын милиция саласында өткізгені тап-тұйнақтай жинақылыққа, бетің жүзің бар демейтін турашылдыққа дағдыландырған. Өткір көздері жалт еткенде алғаш көрген кісі де дереу бойын жинап қыпылықтайтын. Нұрханға батылы жетіп жалған сөйлейтіндер бұл аймақта кемде-кем. Сары мотоцикліне мініп, совхоздың бұрыш-бұрышын аралағанда мықты сымған бұзақылардың оның алдында құрдай жорғалап шығатыны тағы бар. Ұры қарыны бір қарағаннан айна қатесіз шымыратып соңынан ергізіп жүре беретінді. Еңгезердей түр-тұлғасына өрілігі қосылып, былайғылардың еңсесін басыңқырайтын иықтылыққа ертеден машықтанған. Сол сес пен сұстылықтың қазір қайда жоғалғаны белгісіз, біртүрлі пәс, қабағы салыңқы. Бұдан да со жұмысы жақсы еді пақырдың, түнерген түрі құрысын. Ғани қабағымен астымен күйеуінің сәл қимылын қалт жібермей кесек-кесек ет турап жатыр. Шұжық дайындауға бөлген майды қайда қойғаны есіне түспей, жан-жағын абдырай тінтті. Сенекте екен ғой, әй Нұрхан, әкеле қойшы. Манадан бері мылтығын тазалаған Нұрхан жақтырыңқырамай қайтадан төмен шұқшиды. Әйелінің өтінішіне құлақ аспағандай, қолдарына пышақтың жалаңдаған жүзіндей жайсыз тиген суық еттің майын жалма-жан табаққа тастай салды. Адыра қалғыр, алақанымды қарып жіберді ғой. Тек маған керек пе осының бәрі? Жауап бермек түгілі мойнында бұрмады Нұрхан. Ынта зейін тізесіндегі мылтықта. Шұғыл қажетіндей-ақ әрлі-берлі аудара ақ матамен, әлсін-әлсін сүрткілеп әлек. Даусын зілдендіргенмен бұнысына ешкім назар аудармағасын, Ғани күйбің шаруасын жалғастырып ішектерді айналдыра бастады. Ақпанның шыңылтыр аязы терезелердің қос әйнегін қалың қыраумен өрнектеп, адуын желі сыртқы қақпаларды тарс-тұрс соғады. Айқара ашылған есіктен құшақ-құшақ бу қабаттаса көшіп кірді. Ұзақты күн бір-біріне зер салмаған Нұрхан мен Ғанидың көздері жылы ұшырай енді ғана жүздескендей қар жабысқан жағасын сіліккен Саятқа тағатсыздана жалт бұрылысты. Не жаңалық? Не жаңалық? Әке-шешесінің қойған сұрақтарын елемеген Саят төрге озды. Айтсаңшы, Ғанидың тамағы құрғады. Жолай соғуға үлгермедім, бүгін хабарласқан жоқпын әлі. Телефон бар ғой, өздерің білсеңдерші. Нұрханда әрі кінәлі, әрі асықтырғандай телефонмен екі ортаға алма-кезек жалтақтаған Ғанидың төзімі таусылайын деді. Өзім-ақ барып қайтайыншы, бүйткен білімдерің де жұмыстарың да бар болсын. Сенектен әлдекімнің тарсылдатқаны естілді. Оғыз түре келе бергенде белі кілт үзіле шаншыған Ғани демін ішіне бүкті. Келінін перзентханаға әкеткелі сәр тарсылға жүрегі алып ұшатын әдет тауыпты. Міне 7-ші тәулік, сабырдың да шегі бар. Жаңалықты күте-күте тіпті бір-бірін жалықтырғандай. Таңертеңнен Нұрхан екеуінің тұнжырап, сіркелері су көтермей отырғандары да сондықтан. Күндіз-түні сыбдырға алаңдай қатты шаршапты. Ғанидың тізелері дірілдей жөнелді. Ар жақтан есіктің тұтқасы қашан тартылғанша әрең шыдады. Сүйінші, нүке сүйінші апай! Жүздері жайраң қағады. Күйеу балалар да жымыңдап қайнаталарына батыңқырамай момақансып жүр. Кереуетте теріс қарап жатып алған Нұрханның қабағы ашылғаны бүгін шығар, соңғы жұмада. Жиендердің тізесіне отырғызып айналып толғана қанша иіскеп сүйсе де мауға басылар емес. Ренішін селткен бұлғындары жанынан ұзатпай ермек қылды. Желкілдей өскен жапырақтарына жиендер емірене қарап өзінің 60-тан асқанын тұңғыш рет мойындады. Аз ба көп пе адам баласының 60 жыл жасауы. Көзімді жұмып өткеніме үңілсем көп сияқты, көзімді жұмып ашып алдымда болжасам аз сияқты. Міне қайда жатыр гәп. Кешегі қырғын соғыста кәрі құртаң, қатын қалаш, буыны бекімеген өзіндей тобанақтарымен қосылып колхозда күні-түні дамыл таппай еңбек етті. Жасын ұзартып 17-ге толмай майданға аттанды. Қанды шайқастың шет жағасын ғана көрді. Бел шеше енді ұрысқа кіргенде жеңісте жеткен. Содан кейін отанның қиыр-шығыс шекарасында қызмет етті. Ұзақ мерзімді әскери қызметке қаларда демалысқа ауылға келген. Со жолы қарт әкесі Ғаниді қосып жіберді. Бұлардың әулетінде үлкеннің, үйесінің пікір жаратқан елерінің бұйрығындай қабылданатын. Қиын қыстау кезеңдері ағайын туғандарының басы қосылып, жартыданды бөле жейтін менікі сенікі демей, дүние мүлкін ортада қанша есін жиғанша жадау болғанымен тату-тәтті ортада жүргенін біледі.
Азамат атанғанда да қара шаңырақтардың қалыптасқан дәстүрінен аттамады. Әке тілеуімен, ғанеумен қол ұстасып міне 40 жылдан асты. Ғұмыр кешуде. Атадан таралған берік салттың тамыры шіріген-ау, әйтпесе ұлынікі жосық. Ешқайсымен ақылдаспай үйленгені өз алдына, жә көңілінің қалауы делік. Мына саппастығы да қалай санасына сыйғызар. О заманда бұ заман, әке тұрғанда қатарластары тұңғыштарының аты түгілі затын емденуге қымсынатын еді ғой күні кеше. Екі жастың бірін жасамай, бүгінгілер неткен өзімшіл, неткен пысық. Талай жылды шалғайда өткізгенімен, ата-бабаның көкейіне қонған жөн жоралғысынан, ғұрпынан жаңылған тұсы кемде-кем. Жарықта жүргенімен, ағайын туғаннан қол үзбеді. Зәузатының ақ сақалдысы алдынан кесе көлденеңдемеді. Кәрия сөзін жерге тастамады. Нұрханның ойын қыздары бөлді. Қонақтардың жиналғанын ескертті. Ортадағы столдың айналасы кісілерге лық толы. Дөңгелек екі табаққа үйеме салынған еттің буы бұрқырап, қазы қартаның иісі танау жарғандай. Нұрхан төрдегі орындыққа жайғасты. Бәкісін тазалап, асықпай ет турады. Ең алдымен жиендерін жарылғап, содан соң басқаларына ет мүшелерін бөле таратты. Ал дәмнен ауыз тиіңдер, деді майланған қолдарын ақ сүлгімен сүртіп жатып. Алыстан балалар кеп қалған екен, солардың құрметіне сендер де бірге болсын деп шақырдық. Бұлар өзі көп мазаламайды, анда-санда соғады, және бүгінгідей бірігіп келмейтін. Осылай әкешелеріңді сыйлап өтсеңдер, ендігі шақта не керек бізге? Ештеңе де керек емес. Аман жүріңдер, жас үлкенді тыңдаңдар, ертең бәрің де қартаясыңдар. Өзі болған қыз төркінін танымастың кебін кимеңдер. Тілектер легі жалғасып, ара-тұра ән шырқалды. Домбырада тартылды. Бірте-бірте Нұрханның маңдайы жіпсіді. Ас бөлмесі мен екі арада жүрген Саят, әке қабағындағы өзгерісті байқаған сайын қимылы ширақтанып, жүзі жадырады. Сөз кезегі үлкен жесесіне тигенде, шеткі орындыққа маңғаздана асықпай жайғасқан. Немерелеріңіздің бауы берік болсын, біз де ести салы дереу асықтық осылай қарай. Мынау көрімдіңіз. Төс қалтасынан суырып төрге сұна берді көк конвертті жездесі. Қажет жоқ, маған ештеңенің де. Бер әне өздеріне. Нұрхан қолында созбады. Отырғандар бір түрлі ыңғайсызданып бөлмені тыныштық биледі. Оған емес, әкелші маған. О несей? Ғайни зайыбының оқыстау естілген сөздерін жуып шайғанымен, мұнысы шашыраңқы, күйзеліңкі шықты. Жоғарыда қалқи тұрып конверттің иесін күйеу баласын аяп, жалмажан орнынан қозғалған. Белі құрғыр қайтадан сылқ етіп, соза берген білегінде көрсетпеді. Әлдекім конвертті алдына тастады әйтеуір. Сендер тамақ алыңдар. Демдерін ішіне бүккен қыздарына бұрылған Нұрхан ештеңе де болмағандай әңгімені мүлдем бөлек арнаға бұрды. Анау қағаздарымды жаңартып баспаханаға бастырып жіберіңдерші, әбден сарғайыпты. Отырғандар қабырғаның жоғары тұсына мойын созды. Рамаланған әйнектің астында газеттің қиындылар сарғайған, ескіріпті. Анау 50-ші жылдары еліміздің жоғарғы советіне депутат болып ұсынылған, сайланғаны жөнінде өзінің өмірінен жазылған мақалалары ыждахаттылықпен ілінген, атақты қоғам қайраткерлерімен түскен суреттер де бар ішінде. Тағдырының ең мазмұнды, ең мәнді шағынан хабардар еткендей, анау газет бетіндегі көмескі тартқан жазулар. Сонда қалайша деп қалды кіші күйеу, кітап қылып па әлде? Жоқ, мына газеттің дәл өзіндей етіп жаңартсаңдар жеткілікті. Жәретінде қарай көрерсіңдер оны, неғып үндемейсіңдер? Астан неге алмайсыңдар? Ән айтыңдар. Дүниеде не жаңалық болып жатыр өзі? Әлгі әзірдегі жайсыздықты Нұрханның өзі сейілтіп, отырғандар қайтадан көңілдене бастады. Тек қана үлкен күйеудің өңі түнеріңкі, қайын атасының қолын қаққаны намысына тигендей, міз бақпастан отыр, жөндеп аста ішпеді. Шайдың соңын ала кетейікке басты. Машина рөліндегі сол болатын. Істің насырға шаппауын тілеген қыздар тілдерін істеп үнсіз келісті. Әуелде қонуға ұйғарған. Түннің бір уағында моторды қыздыруға жептеуір уақыт кетті. Кішкентайларын орап қымтап шешелері берген түйіншектерін кеулеріне ұстатқан екі қыз сүлесоқ аттады табалдырықтан. Машинаға беттеген күйеу баласын Ғани оңаша шақырып Нұрханды ақтай сөйледі. Айналайын, бұл арада саған қатысты дәнеңе жоқ. О шалдың ашуы әлі басылмай жүргені. Қалай түсіндірейін? Әлгі баланың есімін өзі қойған. Сөйтсе келін мен ұл басқаша жаздырыпты куәлікке. Қырсық содан басталған. Керек десең немересіне әлі үңіліп қарағанда емес. Қайта сендер келгесін жібігені. Әйтпесе мүлдем қырын кеткен. Білесіңдер ғой қырсықтығын. Ғанидың бетінен сүйіп құшақтай қоштасқан қыздары, күйеу балалары басқаларының қолынан қысып мұңая кете берді.
төсекке шалқасынан түсіп төбеге тесілген Нұрханның аяқ жағына жантайған әйелі біразға шейін үнсіз жатты.